бірікпей бауырластықтан алшақтап барамыз. Жер шарында түрлі аурулар тарауда. Мен жоғарыда айтып өттім, мұның барлығы бізге, Аллахтың бізге деген ашуы, бауырлар. Мұның барлығының алдын алатын, жер шарын түрлі қауіп қатерден ақыр заманда сақтап қалатынын ислам діні екенін барша адамзат мойындап отыр, бауырлар. Жаңа әуелде бейнетаспадан көрдіңіздер. Қазақстаннан кеткен отандастарымыздың қалай өмір сүріп жатқанын. Мына бейнетаспаларды көрші болғандарыңызға, ауылдастарыңызға тараттыңыздар, жарнамалап жіберіңіздер. İslam memleketine baramız, күнәларымыздан тазарамыз, жұмыс істеп ақша тауып қайтамыз дегендер болса, біз әрдайым көмектесуге даярмыз, бауырлар. Аяуда 50 адам аттан қалып отыр. 50 адам аттан қалып отыр. Түркияға дейін билет алып қойды. Түркияға дейін билет алды. Ол жақта біздің діндар бауырларымыз күтіп алып, қолайлы қалаған мемлекеттеріне орналастырады, бауырлар. Ал қалған барамыз дегендеріміз болса, иншаллах біз көмектесуге даярмыз, бауырлар. Біз даярмыз. Тек өтінем, тек бір ескертетінім аса сақтық қажет, бауырлар. Мен сіздерді мына жерде үгіттеп, не болмаса мәжбүрлеп жатқаным жоқ. Біздің міндетіміз адасқандарды Аллахтың ақ жолына салу. Уа жамағат, мұсылман бауырлар, ана мен өзім жақында Араб елінде діни сауатында ашып келдім. Ондағы көзімнің жеткені шайбашуа өмір, сол жақта екен башы. Алланың қалауыменен маңдайымды шайнамазға тигізіп, тақуа болып қайттым, бауырлар. Еш өкінбеймін. Әйеліммен баламда мұсылмандыққа бет бұрды, бауырлар. Ал енді міне Алланың қалауыменен Араб еліне аттанып барамыз, бауырлар. Жалпы мына біздер әбден азып тозған екенбіз. Жамандықтың сорақысы арақ. Қанымызға соншалықты сіңгені, таңғы оразамызды арақпен ашып халге жеттік, бауырлар. Шайтан мұсылман қауымда, ей мұсылман, иман келтір. Ақиқатында арақ пен құмар ойындар арқылы бұттар мен жебелер тартулы мына сендердің араларыңа аулақ болады дейді, бауырлар. Сондықтан мына шайтан сендердің қай-қайсың болсын орталарыңа құмар ойындар арқылы Алланың сәждесінен, Алланың намазынан тоқтатқысы келе бастады. Арақ құндылықты бермей тұрғанында көш бастап алдыңғы қатарда кетіп бара жатыр. Елімізде қыздарымыз түсік жасату жағынан мұсылман елдердің арасында алдыңғы қатардамыз, астағфираллах. Үйленуден ашарсыз басын. Ең басты масқара. Шетелдерге бала асыратудан үздіктердің алдындамыз, астағфираллах, бауырлар. Қазақстанның көбейте алмай жатқан кезінде бұл масқара. Бауырлар, тізе берсек жамандық шыға береді. Жаңағы Мәлік Қажы айтқандай, күллі мұсылман қауым күш біріктіріп, ислам мемлекетінің құрамына кіріп, әлемдегі барша дінсіздерден ар ортамызды тазалау. Аяңғали мырза, сіздің мынауыңыз бит көкпіліп қолыңызды оққа жағу. Сіздер жастарды дін жолында тәрбиелейміз деп теріс ағымға алып кетіп барасыздар. Әлгінде көрсеткен бақытты өмір сүріп жатқан бейнетаспаларды отандастарымызды адастыру үшін насихаттауға арнайы ақша беріп жасалмағаны кім берді? Мына сіз
жақсы әйел, жақсы көрші, жақсы көлік, кең баспана дейді. Ал төрт нәрсе ақсақал кесірліктің белгісі дейді. Жаман әйел, жаман көрші, жаман көлік, тар баспана дейді. Міне. Сендерге еліміздегі жойылмай жатқан жамандықтың бәрін жиып төгіп, көңілдерімді қалдырып, анау жақтан жоғы жұмаққа мойындарымды бұрысып, қол шындырып отырған ақшаның жетегінде кеткен дін оқымыстағы үгіт насихат. Астағфиралла. Біздің елімізде ғасырлар бойы қалыптасқан заманымызға сай мұсылмандық салт дәстүріміз бар. Ал енді сақал ғой, бетті тұмшалағанда мұсылман болып кетпейміз. Жүрегінде иман болмаса, мың жерден бетіңді тұмшалап алсаң да мұсылманмын деме. Ал біздің өзімізге тән ұлттық нақышта киіміз болу керекпіз бе? Аллаға бет бұрып, әсіресе жастардың көптеп келуі жақсылықтың нышаны. Бірте-бірте жамандықтан арылып келеміз, бәрі де болады. Шыдам керек. Ал енді шекерге өткен аса мұсылман болам деулеріңіз қателік. Мәпелеген оқырман қашып түпсіз апанға түсіп жүрмеңдер. Мәлік мырза, мен сіздің түпкі мақсатыңыз енді түсіндім. Басында оқуға аттандырмадыңыз деп бізді қуантып едіңіз. Енді белгілі болғандай, ислам мемлекетінің керегесін кеңейтеміз деп отандастарымыз обалына қалып жүрмеңіз. Бұл әрекетіңізге мен қарсымын. Тиісті органдар айтып, сіздің бұл әрекетіңізге тыйым салсаңыз. Сіздікі дұрыс болсын. Бұлай болу мүмкін емес. Бұл теріс жолға итермелеу. Адастыру. Біз қалай өмір сүру керек екенімізді өзіміз білеміз. Білесіңдер. Сақалбай тұмшалап жүрсіз. Ай бауырлар, міне, осындай шала молдалар қажылыққа барып келеді де елді адастырады. Жоғары жақтың нұсқауымен жүріп қайтып ел боламыз. Құлдық сипаттан арылмай ешқашан ел бола алмаспыз. Осындайда мынандай бір аңыз ойға оралады. Еврей деген жұрт ұзақ жылдар бойы Египеттің құлақ кесті құлы болған. Арбасынан сол жұртты көрген Мұса саллаллаху алейхи сәлем пайғамбар сол жұртты құмға алып шықты. Ары кездіріп, бері кездіріп, көрмеген көресіні көрсетіп, сол жұртты 40 жыл бойы құмнан шығармай болды. Осыншама неге адамдарды қинаған емес? Себебі бүтіндей жұрттың санасын құлдық жайлап алды. Сол жұртты құмға көміп қойып, 40 жыл бойы шығармай болды. 40 жылдан кейін сол жұрттың қаны таза ұрпағын алып шықты. Құлдықты құмға көміп кетті. Сөйтіп жер бетіне еврей секілді ақыл ойы терең, білімді, тым білімді еврей деген жұртты дүниеге алды. Міне ғажап бауырлар, мына біздерді құлдық психологиядан алып шығатын ол ислам діні. Сондықтан да ой өрісі ластанбаған қажырлы, қайратты, жаңа ұрпақ тәрбиелеп шығу үшін, иншалла, мына мен өз баламды да алып кетемін. Иншалла, мен де алып барамын. Мен де алып барамын. Әмин, бауырлар! Әмин. Хадисте адамдардың ең қайырлысы адамдарға пайда келтірген деген. Сондықтан біз ислам мемлекетін құруға барлығымызда барамыз. Ислам мемлекетін құрамыз. Барлығымыз барамыз. Такбир! Аллаху акбар! Такбир! Аллаху акбар! Такбир! Аллаху акбар!
жерде жағалап жүріп қойсыңдар. Байын деп жағалап жүріп қойсыңдар. Әке, ол жақтың жайтын мына мен өз көзіммен көріп қайттым ғой. Мен секілді қазақ жігіттері ол жақта мұнай саласы, техника саласы, машина салаларында қызмет жасап жүр. Ал енді кейбіреулердің балалары екен. Кейбіреулердің балалары Англия, Франция, Жапон елдерінде жоғары білім алып оқып жатыр. Ал енді әлемнің әрбір түкпіріне қарайтын болсаң, жоғары лауазымда қызмет жасап жүр. Не ішем, не киімдер жоқ, жақсы. Яки, біз барлығын ойластырып қойдық. Ертең ақшамызды есеп-шотты осы жақтан ауыстырып аламыз. Келе-келе ақшамызды доллармен аударып тұрамыз. Әке тағы бір келген кезде біз кейін үй салып аламыз. Солай ғой Баянғали? Тегін жатқан ақша бар бет. Балам, соншама байлықты сендерге кім төгіп береді я? Аядай үйіп отқана үй жарамай ма сендерге? Жұмыстарың бар. Ендегі ақыларыңды алып жатсыңдар. Не жетпейді сендерге? Барға тәубе шүкіршілік қылмайсыңдар. Сонда жұмыс болып әкел. Беректер өлместің күні. Елдің әкелері немерелеріне де жететін байлықты мирас етіп қойған. Ал сіз болсаңыз, күнде келіп алып осы жерге бір бөлме пәтерге шығылайсыз. Ей шырағым, анаң екеуміз сені адал тәрбиелеуге сыртық бар. Оқыттық, тоқыттық. Мамандық алып бердік. Енді ары қарай талпынып, қанат қағып кетілмесең біз кінәліміз бе? Әке, жақсы, жарайды. Сен кейде бір жай отырған кезде мақтанасың. Ана мен кезінде облыс көлемінде қаншама басшыларды жұмысқа баулыдым деп мақтанғанда сондайсың. Ал енді мысалға, мына мені сол басшылардың біреуіне айтып, ауданның әкімі емес, орынбасар етіп тағайындаңызшы. Мейлі, құрылыс басқармасының бастығы болмай-ақ керек. Құрылысшы етіп тағайындаңызшы. Не олар менен артық бар? Ешқайсысы артық емес. Не сүйеушілері бар, не көкелері бар, не ақшалары көп па деймін олар. Ей, тоқтай тұр шырағым. Көзбен көріп, қолмен ұстап дедім. Мамандық бойынша жұмысқа тұрды. Неге көтерілмедік сен? Білімің шала, ұйымдастыру қабілетінің төмен болғаны. Егер басшылар қаламаса, өзіңнің нашарлығың шығар. Оларға да білімді маман қажет. Басшылар. Әке, Аллах тағала айтпақ, егер де қолым маған сүйеді, сен маған қарай жақындайтын болса, мен саған бір шынтақ бойы жақындай түсем демін. Ал егер де бір шынтақ бойы жақындайтын болса, мен саған бір құлаш бойы жақындайын деген. Ал егер де бір құлаш бойы жақындайтын болса, мен оған жүгіріп барамын деген Аллах тағала. Ендігі жерде құранға негізделген шариғат бойынша өмір сүретін болам әке. Нағыз адал жол, халифа. Яки, нағыз адал жол, халифа. Сендер маған не айтып тұрсыңдар қазір? Сенің санаң әбден уланған ғой балам. Елде халифат орнатамыз деп айрандай үйіп отқан тыныштығымыздан айырылып қалуымызға да емес қой. Біздің елде қаншама төгілдер тұр. Олардың діндері әртүрлі болуы заңды балам. Әке, сабыр етші, сабыр. Мына сен пайғамбар жасынан ассаң дағы діннен түк хабарың жоқ. Маңдайың сәждеге теймейді. Кешегі мынау кеңес үкіметінің Құдай жоқ дегеннің сеніміне
әбден уланып біткенсіңдер. Онымен қоймай мына сенен тараған ұрпақ, мына біздер адаспыз әбден. Міне, сенбесең қараш, қазір мына сайттарын тапқаннан бері көзіміз ашылды. Мен секілді тасманбай ұрпақ көрінбеді. Қара көзім, сенбесең, көр! Яғни, сенің немере. Ол болса өсіп келе жатыр. Үй болса тар. Кеңейтуге ақша жетпей, жоқ ақша. Жоқ! Оның үстіне мынау Отарғана кеткен замандастарымыз, Кәмшат пенен Талғат деген досымыз, қазір ол жақта жіппен жүрген көзі, ал біз әлі қарашайымыз. Соларға қарап тұрып қызығып тамсанасың. Ешем ем дейтіндер жоқ. Ауылдарына келіп жылда ауылға қума демалып қайтасың. Міне, сенбесең қарашы өзің. Қош, дүргін. Аллаға сансыз шүкір. Міне, біз осында тұрамыз. Талғат машина жөндейтін зауытта жұмыс істейді. Мен өзім емханада медбикемін. Тіл үйреніп келеміз. Бұл жақта тәжік, өзбек, қырғыз, түрікмендер өте көп. Бір-бірімізбен жақсы араласамыз. Жақында ақшасы көп жұмысқа ауыстырып, басқа жаққа көшіреміз дейді. Бұл жақтың тұрмысы өте жақсы. Амандық болса 4-5 жылда байып, қайтып келеміз. Тимурчикті мұсылман қылдық. Ол мұнда жаққа келгелі тіптен бақытты. Мұсылман болып сүндетке отырылған күні ағайындардың әкелген сыйлықтарын көрсен, өзі батареямен жүретін машина, ойыншық автомат, жоқ емес дүние жоқ, машалла. Аяғымыздан тұрып, Қазақстаннан үй соғып алатын жағдайға жеткен соң, өз машинамызбен елге қайтамыз. Тәжікстан арқылы жол қатынасы бар көрінеді. Жақында өзбектер елдеріне машинамен барып қайтыпты. Өзбекстан Қазақстанмен шекаралас емес пе? Сол жолмен бізде жетіп барамыз. Келемін десеңіздер, өкінбейсіздер, келіңіздер. Шешем, алдындағы қазулы орды көрмей елденіп тұрмыз. Адамжан, бір адамның ұрпағы
ашуында демеймін. Ассалаумағалейкум, ақсақал. Байқаймын, Баянғалидың әкесі болдыңыз ғой? Уағалейкумассалам. Дәл таптық. Байқаймын, балаларыңыздың жолға шығуына қарсы болып жатқан жайыңыз бар екен. Әрине, ол түсінікті. Алыс жол, танымайтын жер, тіл білмейді дегендей. Бірақ ақсақал уайымдамаңыз, ол жақтағы бауырларымыз Құдайға қараған жандар. Мына біздің жақтағы сияқты. Ей, тоқтайды шырағым. Біздің өмір саған несімен қисынсыз? Аллах. Бірдеңе сұрасаң Аллахтан сұра, бірдеңе сұрасаң Алладан сұра, жәрдем тілесең Алладан тіле деген. Ақсақал-ау, көрініп тұр емес пе? Қаншама қазақ жастар көрінген дінге кіріп азып тозып бара жатқанда. Шетіндер арақ тартатыны темекіні былай қойып, анаша. Қыздардың жабық жерінен ашық жері көп. Туған сәбиін тастап кетіп жатқан тағы қазақ қыздар елімізде некеге тұрғаннан ажырасқаны көп. Жақсы, дәлелдерің маған екен. Бірақ соны қалай тежеп тұрмақсыңдар сендер? Таза ислам мемлекетін құр. Мұсылмандық ілімді дамытатын, иманды жандардың басы қосып, осы ислам мемлекетін құрып, тәлім тәрбиені уағыздап, білімді жетілді уағыздаймыз. Солай ма? Әлім тәрбие береміз деңдер. Тәрбиенің сақыты мынау ма? Көршілермен араласпайды, не қонаққа бармайды, не ешкімді шақырмайды. Келіннің түрі анау, бетін тұмшалап, етегіне орап. Оның түрі мынау, сақалы беліне түсіп, шал болып отырған. Әке, ұят емес пе? Бір көрмей жат, қазықпай жат, бір адам бар. Ей, жаным күйіп бар жатса мен неге айтпай? Келін түсінгісі келмесе, сен түсінгісі келмесе, мен неге айтпай? Институтта бітіргеннен кейін жұмыс істеп жүрген жерінен білімін жетілдірем деп, араб еліне кетіп, елге тақуа болып алды. Басында намаз бастағанда қуанып едік. Кейіннен отбасы мүшелеріне қиындар көбейіп кетті. Тіпті нағыз мұсылман үстелдің үстінде отырып тамақ ішпейді. Нағыз мұсылман дастарханды жерде жайып ішкен. Үстелде тек кәпірлер ғана ішкен деп, үйдегі үстел орындықтың бәрін далаға шығарып тастады. Тіпті жұма сайын шертеп пішіріп аруақтарға Құран бағыштауды. Астағфираллах, әке, аруағы несі? Оның сөзіне сенсек, мұның барлығы күнә. Ал балам, өзің айтшы. Осының барлығы күнә ма? Аллах, ғафу жолын ұста, ғұрыппен өмір сүр, имансыздардан теріс айнал деген. Балаңыз өте дұрыс айтады. Ол күнә. Ата-бабаларымыз кезінде үстелге отырып тамақ ішпеген. Жерге дастархан жайып тамақтанған асыл. Себебі адам топырақтан жаралған, жерден қуат алған. Адам жерден биіктеген сайын адамилықтан алшақтай береді ақсақал. Қазіргі жастарды құртатын телевизор. Бұл шетелдіктердің адам миын түрлі нәрсемен алдап, көргенін істеуге, баулу үшін тапқан нәрсесі. Ал теледидардан тыр жалаңаш көрген, тыр жалаңаш жағажайда жүрген қыздарды көрген еркектің нәпсісі қозып, не істерін білмей, түрлі қылмыстарға барады емес пе? Жақсы. Дәлелім маған екен. Ашық
тәлім тәрбие береміз. Солай де. Өзіңді нағыз мұсылман санайды екенсің. Нағыз мұсылманның қайсысы костюм шалбар галстук киген, а? Нағыз мұсылман баратын жерге Меккеге жаяу барады емеспе? Мұсылманды таза жолда айтып қоятындар, өздеріңіз ұстанбайсыңдар. Иә, Алла шын, пайғамбар хақ, Құран шын. Бірақ қауыз көлем ортаға мәдениетті түрде әдептен озбай ұстануға болмай ма? Болмайды. Неге болмайды, я? Келінің әкені баланы немереден айыру деген не сүтті? Кім айырды ақсақал? Ей, мыналарың міне! Немеремді тастап кет десем, жоқ, балалармен барған жағдайларға ерекше жағдай жасайды деп көнбей отыр. Бала, Алла тағала бұлай демейді. Әлемдердің Раббысы қаламаса, сендер оны қалай алмайсыңдар. Ал мен бұл жолды қаламасам ше. Ақсақал, Аллах ештеңеге мұқтаж емес. Балаңыз дұрыс айтады. Кішкентайларын ертіп апарса үлестері көп, жеңілдіктері болады. Ей шырағым, көңіліңе келсе де айтайын. Сөзімде тегеуім жоқ. Үсті қатқан жұқа мұз секілді. Үстіне шықсам ойылып, тұңғиыққа батырып кететін бе. Өзімді көргенде бір жүрегім тынышталар деп едім. Керісінше күпті болып қалдым. Ақсақал, сабыр сақтаңыз ақсақал. Бұның барлығы әрине түсінікті, уайымнан ғой. Бірақ еш алаңдамаңызшы ақсақал. Ертең таңда ұшақ. Жоғарыда айтқандай Түркияға дейін билет алып қойды. Бауырларымыз, біздің жұмыс беруші компанияларымыз күтіп алып, қалаған мемлекеттеріне орналастырады. О жақта байланыс жақсы. Қалай жетеді, сізге байланысқа шыға барсын. Сондықтан еш алаңдамаңыз. Аяңғали, мына билеттер. Таңертең аэропорт басында келесіз. О, Азатжан. Өн жігіт болып қалған екен. Ана Азатжан. Мынау ағаңнан сізге көрсетсін. Айтпақшы ұмытпа. Жеке куәліктерің мен паспорттарың өзінде болады. Таңертең аэропорттың басында береді. Жақсы. Ассалаумағалейкум. Аяңғали бола. Мынау мұздардың досым болмайды. Бұл жігіті кіленіп алған. Ақша табуды ойлаған мансық қара бетпеден болды. Мұсылмандықты бетіне жау болып, елді армап, елді бұзып жүрген адамға деп қалды. Оны біздің тілмен айтқанда шпион вербовщик дейді. Балам, мен сенен өтініп сұрайын. Тілімді алсаң бар ма? Көнбесеңдер, Азатжанды тастап кетіңдер. Кейін тұрмыс жағдайларын жақсарып жатқан соң, қайтадан алдыртарсыңдар. Болмайды әке. Бұл жақта біз барлығын ойластырып қойдық қой.
ислам мемлекетін құруға кедергі болып отырған имансыздармен күресу үшін келгендеріңді ұмытпаңдар. Сендердің жұмақтай жылы мекендерінен қозғап әкелген себебіміз ислам мемлекетін құруға кедергі болып отырған сол имансыздардың көзін түпкілікті жойып жібермек. Осыны естен шығармайсыңдар. Аллахтың ақ жолында шәйіп кетсеңдер, жұмақтың төрінде шалқып жүретіндеріңізді ұмытпаңдар. Бұл жақта көп боламыз ба? Не дедің, естімедім. Бұл жақта көп боламыз ба? Мен емес, Аллах біледі. Аллах ерлерге еліктейтін әйелдерге, әйелдерге еліктейтін ерлерге Аллахтың лағнеті болсын деген. Сондықтан жоғарыда айтқанымдай бұл жерге келген себептеріңді сендер ұмытпаңдар. Аллахтың ақ жолында шәйіп кетсеңдер, қайсың болсын, жұмақтың төрінде шалқып жүретіндеріңді ұмытпаңдар. Куәліктеріңізді қашан бересіңіз? Оның керегі қашан? Қалай жұтпам десеңдерді өз еріктер. Ал мұна мені күнде тексереді. Түсінесіңдер ме? Соларға көрсету үшін керек. Айтпақшы ең бастыны ұмытпаған. Бақылаушы, шетелдік бақылаушы тыңшылар мен журналистер көбейді. Сақ болыңдар. Фотосуретке түсіріп алып, елдеріңе жіберіп, туған туысқандарына қолайсыздық тудырып жүрмесін. Ол жақтың заңға тал білесіңдер. Былтырғы жылы Ақтөбеде бас көтерген. Бірнеше жастар көзін құртып жіберді емес пе? Сондықтан қайталап айтам, өте сақ болыңдар. Сақтық қажет, сақтық. Сұрақтарың жоқ болса, жаттығуларды жалғастыра беріңдер. Бір сұрақ. Екпе қалалы айланасында қашан хабарласақ болады? Бәрі қалып
сиқыршылар көбейіп кетті. Солдан сақтаныңдар. Сендер Аллахтың ақ жолында қызмет етесіңдер. Ислам мемлекетін құруға атсалысып, бізбен бірге болсаңдар, міне, біз үшін жеткілікті дүние болса. Басқа сұрақ жоқ болса, жеңіс біздікі болады. Иншаллах, жеңіс біздікі болады. Себебі Аллах бізбен бірге. Аллах бізбен бірге. Такбир! Аллах акбар! Такбир! Аллах акбар! Такбир! Аллах акбар! Ендеше, Алланың хақ жолынан айырар көрмесін. Имансыздармен күрескенде жеңіс біздікі болуға Алла тағала нәсіп етсін. Әумин! Әмин! Алла жар болсын. Естіген шығарсыңдар. Алла тағалаға шексіз берілсеңдер, Алла тағала сендердің ойлаған арман мақсаттарыңа жеткізеді. Жаулаясақ, жаралы боламыз. Сондықтан да қолымызға қару алдық. Мұна біз Алланың ақ жолындамыз. Аллаху акбар! Өшіріңді! Сөйлеме шоқынғандардың тілінде. Ана, апа, әке деп үйрен. Енді сөйлесең, ана тұрған бақанға екі аяғынан байлап, іліп қоям. Ал қайталайтын болсаң, бауыздап тастам. Айтпаймыз де, қайталамаймыз де. Қайталамайды, естідіңіз ғой. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам даналықтың басы Құдайдан қорқу деген. О баста мұсылман дәстүрінде тәрбиелеу керек еді. Ал сендер болсаңдар, шоқынғандарға еліктеп, құлшылық қалыпқа икемделіп кеткенсіңдер. Кеңес үкіметі сендерді Құдай жоқ деген қоғамда тәрбиелеп, қайсарлық, табандылық, өрменездік қасиеттерінен айырып, құлшылыққа тәрбиелеп тастаған. Біз әлемді құлшылықтан азат етеміз. Бүгіннен бастап мына балаларың әкелерінің тәрбиесінде болады. Ел алдында мәймөңкелеп сүйіп, құшақтайтын болсаңдар, жазаға тартамыз. Ал қыздарыңды тәрбиелеңдер. Еркекке иіліп жол беруге, ибалыққа, инабаттылыққа тәрбиелеңдер. Оқтыңдар ма? Оқтыңдар ма? Қараңдар! Қаса, бері кел. Мына елдің қылығы ұнамайды. Жасандылық өте басым. Құдайға құлшылық қылғанымен әр жағы бітеу. Бірдеңені бүлдіріп жүрмесін. Бұл құлып қайда барады? Баласына дейін бейне таспаға түсіріп, шар тарапқа таратып жіберді. Қазақстанда бәрі телевизордан берілді. Енді ол жаққа жол жабық екенін өздері де біліп отыр. Сонда да Хасан, сонда да сақ бол. Араларына тыңшы жібер. Оқыс әрекеттерін, әңгімелерін мұна бізге жеткізіп отырсын. Қазақстанның сыртқы істер министрлігі қандастарымызды қайтарыңыздар. Отандастарын, сәбилерін, ата-аналарын ойласын деп, мұна біздің жаққа өкілдерін жіберіпті. Ал біздікілер болса, сіздермен кездескісі келмейді деп, бермен қарай өткізбей отыр. Оқтол, Міне ақша. Ана елдің баласына сыйлықтар әпер. Балаларының көңілін таба білсең, өз сеніммен келген ата-аналардың жат пиғылынан аулақ боласың. Балық қармаққа ұмтылған балықтай болсын. Шаша бер. Оқтың ба? Оқтол, Аллах
жемдік. Орыстың ішісі, сенен басқамыз тіл білмеген соң саған алып келдік. Жақсылап жауабын айттыңыз. Жауап бермесе, жанын жаққанда маған жер. Мынау фотоаппараттары, жазу құралдары. Söyle. Aytыңыз. Айтпай ма? Өлтіресің. Бұлау пистолет. İçinde bravo. Ne sen onu, ne ol seni. İkisinin biri. Düş olma. Bir ara. Sasha! Sasha! Шакал тез байып ойаймын деп апамға түскен көкшетар. Жүрген жүрсіңдер.
әкем мен шешем ол сапарға жүрген кезінде келуіне қарсы болды. Ал мен ақпақ. Бәрібірде тірілікпін. Қолындағы тапаншаны қаттырақ бекен ұстада. Шөппені бассаша. Мендей қатыгез жауыз аяла. Мен дайын. Баламның көз жанарын, жаутаңдаған көз жанарын көргенше, көрмей тынышталай. Одында сен атсаша, мен дайынмын. Аттаңша! Аманатым бар. Елге аман есен жетсек, Саратов облысы Чистоплудная деревнясында Мария Сергеевна Андреевна деген ана тұрады. Анама мына менің сәлемімді жеткізерсің. Егерде өмірден өтіп кетсе, басына барып, менің атымнан гүл қойсын. Саша! Саша! Не істедің? Досым ол не істедің? Минаға жарылып лаңкестерге жарлы бөлді. Естимісің?
шешімін айтарсыңдар. Сөз өзіңізде. Отандастар, мен Біріккен Ұлттар Ұйымының мүшесімін. Орта Азия елдерінен қаншама біздерге өтініш хаттар түсуде. Сіздердің болашақтарыңызды ойлаған елдеріңіз Қазақстаннан, Өзбекстаннан, Қырғызстаннан, Түркменстан елдерінің өтініші бойынша сіздерге келіп отырмыз. Таяу шығыста болып жатқан, ымыраға келмей жатқан төңкерістің арасында жүрген сіздердің өмірлеріңіз біздерді қатты алаңдатады. Әсіресе мына балалардың тағдыры түсінбестікпен келген шығарсыздар. Отан аналарыңыз бәрінде кешіреді. Қайтыңыздар. Бізді, сіздерді алып қайтуға арнайы жіберді. Адасқанның алды жар, арты соқпақ, балаларыңыздың тағдырын ойлаңыздар. Неге үндемейсіңдер айтсаңдаршы? Біз сіздерді қинап отырмыз ба деп. Естісін, іздеушілер келіп тұр екен, айтыңдар. Бауырлар, ойланыңыздар. Отандарымыз сіздердің жағдайларыңызды ойлап, бар мүмкіндікті беріп отыр сіздерге. Ені істеткен құлынның еті ауырмайды деген. Елдегі ата-аналарымыз екі көздері төрт болып, ет жүрегі елжіреп езіріп, сары уайымға салынып, сіздердің тағдырларыңыз алаңдаулы. Мынау кішкентай сәбилеріміздің өмірін ойлаңыздар. Ең ұрғанда балаларыңызды қайтарыңыздар. Елдерін аман есен жеткіземіз. Айтсаңдаршы, неге үндемейсіңдер? Міне, арнайы келіп тұр Қазақстаннан. Кетем десеңдер, біз ешкімнің жолын ұстап тұрған жоқпыз. Мархабат, жолдарың ашық. Алла жар болсын. Бізді ешкімде қинап ұстап отырған жоқ. Мен өтірік айтып тұрмын, неге үндемейсіңдер? Айтсаңдаршы, біз айтайық. Біз айтқаным айтқан ислам мемлекетінің жеңісін тойламай қайтпаймыз. Бізді ешкім үгіттеп отырған жоқ. Біз осы жерде жеңіспен ораламыз. Маған сенбеп едіңіз. Міне, өз құлағыңызбен естіп, өз көзіңізбен көріп, көңіліңіз көңілден тұтанша. Басқа да отандастарыңызға алып барайын, олардың да айтары бар шығар. Жүріңіз. Азат, Азат! Азат! Ойлан әлі де. Topraktan an kırgan tuğan
сенерім сияқты. Балам менен келінді сұрап едім. Маған күтіп ештеңе айтпады. Алланың осына шүкір. Барып қайтқаннан хабарын білеміз. Я Раббам, оған ішімді көп көрме. Құрметті күтіп алушылар, нөмірі 19-да 56-шы Istanbul Қарағанды ұшағының келгенін хабарлаймыз. Namazı çıkarılmayı İhtosqa жеңбеді. Осыны ойладыңдар ма, қарақтарым? Ендеше арасыңдар, қарақтарым. Qayda